Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау. Біз сіздермен көркем әдебиет және эпикалық сарын бөлімін өтіп жатырмыз. Оқылған шығармалар: Мұрат Мөңкеұлының «Үш қиян», «Сарыарқа» толғаулары. Бүгінгі жиынтық бағалау жұмысымыз осы шығарма бойынша болмақ. Оқу мақсаты: көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. Бағалау критерийлері: білім алушылар, яғни сіздер, үзінділерді қолдана отырып, өз көзқарастарыңызды дәлелдейсіздер. Тілдік ерекшелікті автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасы арқылы талдайсыздар. Бірінші тапсырма: құнарлы қоныстарды тартып алған отарлау нәтижесінде тұрмысы нашарлап, тығырыққа тірелген ел тағдырын Мұрат Мөңкеұлы тебірене жырлайды деген ойды өрбітіп жазасыздар. Өз көзқарастарыңызды дәлелдеуде берілген үзінділерді қолданасыздар. Сіздерге 3 түрлі үзінді беріліп отыр. Бірінші: заманнан заман оралған, дүние шіркін соны алған, адыра қалғары бұл қоныс, қайырсыз екен азалдан. Екінші үзінді: қайырсыз неге десеңіз, асан қайғы қаз туған, орақ, мамай телағыз қалған екен солардан, бізде бір сондай болармыз, артықпай едік олардан. Үшінші үзінді: мен қауіп еткеннен айтамын, ақ борықтай иілген кейінгі туған баланың, ұстайма деп білегін, шаяма деп жүрегін, шашын, мұртын қойдырып, ащы суға тойдырып, бұзама деп реңін, адыра қалғыр заманның, мен жаратпаймын сүреңін. Бірінші тапсырма бойынша дескриптор. Сіздер өз көзқарастарыңызды білдіресіздер. Өз көзқарастарыңызды дәлелдеуде үзінділерді орынды қолданасыздар. Екінші тапсырма: осы беріліп отырған өлең жолдарындағы автордың тілдік ерекшелігіне мән бере отырып, оның бейнесін, ойын, көзқарасын анықтайсыздар. Үзінді мынадай: әуелде құтты болса неге кетті, еңіреп қаз туғанның көшкен қоныс, әуелі жеңіп орыс еділді алды, Сартау Аштарханның жерін алды, артынан еділден соң нарынды алды, Тоғайдың ағаш, қамыс талынды алды, ар жақтан қайып алды науша қашып, тарлықтың содан бері қабынғаны, тәмәмі су мен нуды орыс ұстап, қазақтың содан жұтап шалынғаны, қуанып Исатайды өлтірген соң, заманның содан бері тарылғаны, шекшекей құтым қашып, әбенді ұстап, ерлерге ерегіскен не қылмады, бір қазақ еркек болса Махамбеттей, оны да аңсыз күні жазымдады. Екінші тапсырма бойынша дескриптор. Сіздер автордың тілдік қолданысын талдайсыздар, автордың ойын анықтайсыздар, ақынның көзқарасын анықтайсыздар. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша сіздер берілген 3 шумақты талдау барысында өз көзқарастарыңызды білдіргендеріңіз үшін 1 ұпайдан аласыздар. Үзінділерді дәлелдеу үшін қолдана алғандықтарыңыз үшін 1 ұпайдан аласыздар. Екінші тапсырма бойынша автордың тілдік қолданысын талдай алғандарыңызға 1 ұпай, автордың ойын анықтай алғандарыңызға 1 ұпай, ақынның көзқарасын анықтай алғандарыңызға 1 ұпай. Барлық ұпай саны 9. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.